Қызылорда облысы Арал ауданы Жалаңаш ауылы номер 58 орта мектептің 8 сынып оқушысы Аққали Кәусар. Ғылыми жобамның тақырыбы ғарышқа жол. Ғылыми жобамның мақсаты адамның ғарышқа игеру тарихи мәселелерін зерттеу. Жұмыстың өзектілігіне келетін болсақ, 20 ғасырдың көрнекті ғылыми техникалық жетістіктерінің ішінде адамның ғарыш кеңістігін игеру сөзсіз тарихқа дәуір оқиғасы ретінде кірді. Бұл өркениет дамуының сапалы жаңа кезеңін білдіреді. Адамзаттың ғаламның кеңдігін зерттеусі оған ғылыми зерттеулер саласында қызықты жаңалықтарын ашады. Жұмыстың практикалық маңыздылығы мен жаңашылдығы бұл зерттеулерді пәндік сынып сағаттарында, викторианалдарда және олимпиадалық тапсырмаларда, космонавтика күніне арналған басқа да іс-шараларға қолдануға болады. Мазмұнына келетін болсақ, бірінші бөлім кіріспе бөлімінен, екінші бөлім негізгі бөлім, оның ішінде адамның ғарышқа игеру ұшу тарихы, екінші орбитадағы хайуанаттар бағы, үшінші жаңаша ғарыштық жаңалықтар, төртінші қазақстандық космонавтика бүгін. Үшінші бөлім эксперименттік бөлімнен тұрады, оның ішінде пневматикалық ракета моделін жасау. Төртінші бөлім қорытынды, соңғы бөлім пайдаланылған әдебиеттер. Кіріспе бөлімі. Ғарыш бұл адамзат жер бетінде өмір сүргенше, оның барлық сан түрлі қыр-сыры мен қызығушылығы құрғанша зерттейтін шексіз кеңістік. Адам қызықты және қызығушылық танытатын тіршілік иесі. Бұл үшін әртүрлі дәуірлерде ең болмағанда рұқсат етілгеннен сәл асып кетуге көмектесетін құрылғылар ойлап табылды. Көптеген зерттеушілер өздерінің батыл ашылулары үшін қудаланды немесе өлім жазасына кесілді. Олар жай ғана әлемді біліп, адамзатқа өздерінің жаңалықтары туралы айтқысы келді. Эксперименттік бөлім, оның ішінде пневматикалық зымыран моделін жасау. Оған қажетті материалдар мен құрылғылар: ақ немесе күміс түсті қалың қағаз парағы, сары түсті қағаз, важелі, қайшы, қарапайым қарындаш пен өшіргіш. Үшінші бөлім эксперименттік бөлім, яғни зымыран моделін жасау. Мен бұл зымыран моделін қалың қағаздан, түрлі түсті қағаздардан жасап шығардым. Зымыран моделін. Пневматикалық қондырғысын жасау. Оған су құбыры әртүрлі өлшемдерде пневматикалық қондырғы жасау. Орнатуды жасау үшін бізге қажет әртүрлі мөлшердегі су құбыры, велосипед дөңгелегінің кәмірі және көлік сорғысы. Ендеше зымыранымызды орнына қондырамыз. Кәмірге автомобиль сорғысы арқылы ала жіберетін боламыз. Сосын шүмек арқылы зымыранымызды ұшыратын боламыз. Жұмыс сәтті орындалды. Космонавт бөлімінде мен болашақта ұшқыш болғым келеді. Сол себепті интернет желілеріне қарап, ұшқыш жасап шығардым. Оған яғни керек заттар ермек саз бен фольга арқылы жасап шығардым. Мен ғылыми жобамды қорытындылай келе, ғарышқа жол ғылыми жұмысымды зерттей келе, мен көптеген жаңадан мәліметтерге тап болдым және өзіме керегімді алдым. Зерттеулер мен ғарыштық зерттеулер ең алдымен практикалық пайда әкелетінін түсіндім. Өкінішке орай, зерттеулердің күшеюі, зымыран тасығыштар мен басқа да жабдықтардың ұшырылу санының күрт артуы, сондай-ақ жер мен жер маңындағы ортаның ластануының салдары, бұл біздің планетамыздың экологиясына теріс әсер ететінін түсініп отырмын. Ұсынысым, біріншісі, 12 сәуір ғарышкерлер күніне орай Байқоңыр алаңына оқушыларға құрылған топ саяхат жасауға жұмылдырылса, елді мекен орталықтарында робототехника үйірмесі ашылса, облыс көлемінде ғарышкерлермен кездесулер ұйымдастырылса, нұр үстіне нұр болар еді.